Ол адам, яғни баламның әкесі, инстаграмына видео салыпты. Балам 1 жасқа толғаннан кейін Стамбулда мешітте отырып, сол видеода жылап, мынандай сөздер айтты да. Маған да қиын болды, мен қиналдым, маған да қиын болды. Білмеймін енді, мен бүйтіп қарадым да, саған қалай қиын болды деп сұрақтадым. Ұйқыңды 4 бөліп түні бойы сен тұрасың ба? Бұл баланы 9 ай бойы көтерген сен ба? Бұл баланы жыртылып босанған сен ба? Бұл баланы асырайым деп тентіреп жүрген сен ба? Бұл баланың болашағы болсын деп анда-мында енді табыс тауып депозитқа салып жүрген сен ба? Бұл баланы азаннан кешке дейін қарап жатқан сен ба? Бұл бала жылаған кезде, ауырған кезде қасында болған сен ба? Қалай қиын болды саған? Сенің өмірің қалай болды, солай болып қалды. Сен бір қарабасында, сол бір қарабасын сүйрелеп жүрсің. Қалай қиын болды? Мен андай түсінбеймін ше, сондай. Просто сол моментте түсінік қылды, қалай адам ұялмай сонда зат айтады. Мен түсінем, ол менің есігім алдына келіп, сол жерде отырып, жылап, сен маған көрсетпейсің, міне сыйлық, міне подгузник, міне барлығы. Мен беріп жатырмын, неге сен сондай қатты келесің, неге көрсетпейсің деп нетіп атса, жоқ, жоғал деп нетіп атсаңшы, басқа әңгіме еді. Бірақ дұрыс емес, неге қиын болды, мен түсінбедім. Мен просто сол видеоны қарадым да, анандай іштей ойладым, қалай адам өз қара басын алып шығу үшін әртүрлі қадамдарға барады екен.